Өткен аптада облыс әкімі Қайрат Қожамжаров өңірдің бірқатар басқармалары, ведомстволары қызметтермен танысты. Солардың бірі құрылыс басқармасы. Құрылысшылар өткен жылы атқарған істері қорытындысын баян етті. Сонымен ақмолалық құрылысшылар өткен жылда қалай қорытындылады? Әріптесім Достық Талғатұлының бейнебаяны осы тақырыпты қаузайды. Ақмола облысы астаналық өңір болғандықтан бүгінгі таңда аймақ абаттандырылуы мен гүлденуіне ерекше мән беріліп келеді. Бұл орайда құрылыс саласының маңыздылығын атап өткен жөн. Жылды қорытындылаған облыстық құрылыс саласының мамандары жол салу жұмысында жақсы көрсеткіштер бар дейді. Соңғы 5 жыл ішінде облыс аумағындағы автомобиль жолдарының 1/3 бөлігі күрделі жөндеу көрген. Өткен жылы өңірде республикалық маңыздағы жолдың ашылу салтанаты өтті. Бұл Щучье-Бурабай курорттық аймағына алып келер тас жол. Елбасы Қазақстан халқына арнаған биылғы жолдауында да Ақмола өңірінде туризмді дамыту керектігін айтқан болатын. Осы тұрғыдан алып қарағанда, оның бұл саланы дамытудағы рөлі орасан болмақ. Жаңа жолдың жалпы ұзындығы 8,9 шақырым, 4 жолақты, жалпақтығы 15 метр. Жобаның құны 5 миллиард теңгеден асты. Бұл жұмыс елбасының тікелей тапсырмасына сәйкес жүргізілді. Жаңа жол өңірде туристік кластерді дамытуға бағытталған. Алдағы жылдарда өңір жолдарын қалыпқа келтіру мақсаты жүзеге асырылмақ. Облыста туризмді дамыту бағытында басқа да жұмыстардың атқарылып жатқанын ерекше атап өткен жөн. Бұл шетелдік туристерді тарту төңірегіндегі әңгіме. 2010 жылдың қыркүйек айында Көкшетау әуежайында күрделі жөндеу жұмыстары басталды. Сметалық құжаттарға сәйкес әуежай 2012 жылдың желтоқсанында толық пайдалануға берілмек. Күрделі жөндеуге бөлінген қаржының жалпы сомасы 8 миллиард 300 миллион теңге. 2010 жылы бұл қаражаттың 1,5 миллиард теңгеден астамы мақсатты жұмсалған, ал өткен жылы 4 миллиард 200 миллион теңгесі игерілді. Яғни негізгі жұмыс көлемі 2011 жылы аяқталды. Ұшу жолағындағы күрделі жөндеу де тәмам. Ұшу жолағының ашылу салтанатына келіп, мұндағы жұмыстың сапалы атқарылғанына көз жеткізіп отырмын. Өте жақсы әрі қажет нысан. 2012 жылдың соңында жұмыс аяқталады. Халықаралық талаптар сақталған. Құлагер құрылыс корпорациясының жетекшілігімен мұнда 14 мердігер мекеме жұмыс істеуде. Жалпы жұмысшылар саны 400-ден асады. Бұл әуежай заманауи қондырғылармен жабдықталған, халықаралық талаптарға толық жауап беретін ірі орталық болмақ. Атқарылып жатқан жұмыс сапасы басты назарда. Өңірде әлеуметтік бағыттағы басқа да құрылыс жұмыстары аз жүргізілген жоқ. Өткен 2010 жылы білім саласындағы нысандардың құрылыс және жөндеу жұмыстарына 1 миллиард 900 миллион теңгеден астам қаржы бөлініп, оның 92,6% мақсатты жұмсалған. Игерілмей қалған қаржы бөлігі 137 миллион теңгеден астам. Ол Степногор қаласындағы балабақша құрылысының аяқсыз қалуына байланысты. Бұл олқылық бас мердігердің жауапсыздығынан орын алған. 2011 жылы денсаулық сақтау саласындағы нысандардың құрылыс және жөндеу жұмыстарына облыстық қазынадан 290 миллион теңгеден астам қаржы бөлінген. Оның 92,4% бірқатар нысандарды тұрғызу барысында игерілмей қалды. Республикалық 100 аурухананың құрылысы бағдарламасы бойынша да қыруар қаржы қарастырылып отыр. 2011 жылы облыстық бюджет арқылы Зеренді ауданының Зеренді селосында мынау денсаулық сақтандыру кешені тапсырылған болатын. Және осы 2011 жылы облыстық бюджет арқылы мынау тарихи өлкетану музейіне біз қайта құру жасадық. Бұл мекемеге мынау мәдениет басқармасы сурет көркемдеу жұмыстарын жүргізіп жатыр. Ал біздің басқарма тек қана құрылыс монтаждау жұмыстарын жасады. Құрылыс саласының қарқынынан ел экономикасының деңгейі, халықтың тұрмыстық ахуалы байқалмақ. Яғни еліміз қаншалықты дами түссе, қалаларда, елді мекендерде тұрғын үйлер мен әлеуметтік маңыздағы нысандар соғұрлым көптеп, халық сұранысына сәйкес салынуы қажет. Бұл қоғам талабы. Ең алдымен ғимараттардың сапасына баса мән берілуі керек. Ол үшін құрылыс шикізатын өндіретін кәсіпорынға қойылатын талаптың жоғары болғаны жөн. Алыстан арбалаудың қажеті жоқ. Мемлекеттің отандық кәсіпкерлікті дамыту бағдарламаларына сәйкес мемлекет тарапынан отандық тауар өндірушілерге қолдау көрсетілуі керек. Ол үшін ең алдымен жергілікті кәсіпкерлер шығаратын шикізатқа сұраныстың жоғары болғаны шарт. Жұмысын бірер жылдың бедерінде ғана бастаған керамикалық кірпіш шығаратын Инки зауытының өніміне деген сұраныс енді пайда бола бастады. Кірпіш сапасына мамандар жоғары бағасын беріп отыр. Осыған дейін тұтынушы табу мәселесі қиын болатын, ал қазір мемлекеттік құрылыс бағдарламалары аясында дайын өнім жақсы өтіп жатыр.
Мемлекет тарапынан үнемі қолдау болса игі. Қазірде құрылысқа қажетті шикізаттарды бізден алып көмек көрсетілуде. Дәйім солай болып, өңірдегі барлық жобалардың қабырғасы сапалы кірпішпен қаланса деген ниетіміз бар. Мемлекеттен отандық тауар өндірушіге қолдау көрсетіліп отырғаны қуантады. Сапалы өнім құрылыс сапасына да оң ықпалын тигізері анық. Ғимараттардың сапасы бүгінгі қоғамда өзекті мәселелер қатарында екені де жасырын емес. Бұл орайда мердігерлерге жүктелетін міндеттің де зор екенін естен шығармаған абзал. Олай дейтініміз облыс орталығында құрылысы 2008 жылдың қараша айында басталған. Қалалық емхана ғимараты мердігердің немқұрайлығынан әлі де аяқталмай тұр. Қажетті қаражат мемлекет тарапынан толық мөлшерде бөлінген, ал мердігерлер болса жұмыстың 85%-ын атқарып, қалған қаржыны игермей тастаған, яғни жұмысты жалғастыруға құлқы болмаған. Тіпті тапсырыс берушілердің, яғни облыстық құрылыс басқармасының сотқа жүгінуіне де тура келді. Бірақ іс ілгері баспады. Мердігердің жауапсыздығынан Көкшетау қаласы үшін аса маңызды әлеуметтік маңыздағы нысанның құрылысы аяқсыз тұр. Бас мердігердің солқылықтан байланысты бұл объект былтыр тапсырылмай қалды. 250 миллиондай ақша игерілмеді. Енді осы ақшаны біз енді осы 2012 жылы игеруге тиістіміз. Қазір енді сот процестері жүріп жатыр сол бұрынғы мердігермен. Енді лұқсат берсе, біз осы объектті биыл бастап, биыл бітіруге тиістіміз. Өйткені 3 жыл мінекей өтіп кетті, рас объект тапсыру керек. Құрылыстың аяқталуы шынымен ақ көпшілік үшін қол жетпес арман болғандай. Дегенмен биыл бұл құрылыс тәмамдалып, халықтың денсаулығын жақсартуға бағытталған нысан жұртшылық игілігі үшін өз жұмысын бастамақ дейді құрылыс басқармасының басшылығы. Қажетті барлық заманауи медициналық құрылғылар мен қондырғылар сатып алынған. Қазір оның бәрі арнайы қоймада тұр. Облыс орталығында осыдан 2 жыл бұрын қазығы қағылған мешіттің құрылысы да тым бәсең. Бұл жолы мердігерлерге айтар мін жоқ. Басты мәселе қаражат тапшылығында. Қайырымдылықтан 2010 жылы 200 миллион теңге қаржы түссе, 2011 жылы 50 миллион теңгеден астам қаржы жиналған. Ал мешіттің құрылыс жобасына сәйкес оған 1,5 миллиард теңгеден астам қаржы қажет. Құрылысқа жауапты Көкше Мастер серіктестігінің директоры Мереке Шаймерденовтың айтуынша, олар жұмысты тоқтатпау мақсатымен жергілікті тұрғындар мен кәсіпкерлердің қол ұшын береріне сенім білдіре, құрылыс материалдарын сауда нүктелерінен қарызға алып, мешіт құрылысын жалғастыра берген. Қазір берешекті қайтару мүмкін болмай отыр. Себебі қаражат жеткілікті мөлшерде жиналмай тұр. 75% здание салынды, сонымен тоқтадық. Біраз уәде бергесін акиматтар, сосын заказчиктар сала беріңдер, ақша табылады, түседі, кісілер жиналады. Мені пассивной бітеді, ақша болады деді. Ол пассивной да өтіп кетті. Өткен 2011 жылы тұрғындар мен жеке кәсіпкерлерден 500 миллион теңге қаржы түседі деп күтілген екен. Ал қайырымдылықтан жиналған қаржы көлемі 50 миллионнан астам ғана. Облыстық әкімдік тарапынан да мәселені шешу жайы қарастырылып жатыр. Себебі қарызға белшесінен батқан мердігерге көмек көрсетілуі керек. Мешіт салу үшін жергілікті билік жер беріп, рухани орданың құрылысы енді басталды ма дегенде, оның осылайша кенет тоқтап қалуы көптің қабырғасын қатты қайыстырып отыр. Қаражат жоқтығынан амалда жоқ. Өңірдің ірі кәсіпорындарынан келіп жатқан көмек те көп емес. Мешіттің басы көтеріле бастаған кезде қуанғанымыз соншалық, бәріміз де көмектесеміз ғой деп ойладық. Дегенмен көмектеспей жатқан жоқ, халық көмектесіп жатыр. Дегенмен бұны қолдаушы болмай тұр. Дұрыстап қолдап әрмен қарай соны тексеріп, қадағалап салғызатын адамның жоқ болғанда мен қатты қиналып, өзім қиналамын ана болғандықтан кейін. Мынау кәсіпкер қаншама ұлдарымыз бар, қыздарымыз бар. Сол кәсіпкер ұлдарымызға, қыздарымыздың біреуі көмек ететін болса, жеке өздеріне сал деп атқан мешіт емес, жалпылай көмектесіп көтеріп жіберсе, Алланың өзінің нұры оған да жауар еді. Біздің халықтың батасын алса, мұсылман халқының батасын алатын болса. Жамағаттың арманы қаражаттың жоқтығынан орындалмай отыр. Сондықтан да мердігер мен облыстық тарихи-мәдени мұра қорының өкілдері Алланың жердегі үйінің құрылысына бұқара халықпен қатар өңірдің ірі кәсіпорындарында қол ұшын берсе деген тілек айтуда. Көкшетау астаналық облыстың орталығы болғандықтан қала құрылысына ерекше мән берілуі керек. Бұл жөнінде облыс әкімі Қайрат Қожамжаров өңірдің құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармалары қызметкерлерімен өткізген кеңесте де айтып, нақты тапсырмалар жүктеген болатын. Облыс әкімі құрылысы тоқтап тұрған ғимараттардың жұмысын қайта жандандыру керектігін ескертті. Облыс орталығында салынып жатқан ғимараттар жоспарға сәйкес жұмысы кешеуілдемей белгіленген мерзімде тұрғызылуы шарт.
Облыстық құрылыс басқармасының басшылығы құрылысы өткен жылы аяқсыз қалған нысандар үстіміздегі жылы тапсырылып, көзделген мақсаттар биыл міндетті түрде орындалады деп сендірді. Достық Талғатұлы, Василий Вережников, Павел Соловьев, Виктор Поляный, Данияр Умаров, Апта.